Баяу байыған мәңгілік байлыққа келеді деген сөз Чарли Мангердікі. Оның өмірінің соңғы жылдарындағы аудио жазбасынан бір сөйлеме естігенімде тұла бойым мұздап кетті. Айтпақшы, Мангердің қазақшаға аударылған кітабы Телегей кітапханасында бар. Мангер былай дейді: егер сен шынайы қаржылық еркіндікке қол жеткізгің келсе, әрі уайым қайғысыз, ақшаның соңынан жүгірмей өмір сүргің келсе, онда алдымен бір нәрсені түсінуің керек. Кедейлердің кедей болуы көбіне табысының аздығынан емес, тым көп жұмсайтындығынан. Бұл сөз тым ащы, бірақ өмір ешқашан ешкімді аялаған емес. Мен сізге бір көріністі суреттеп берейін. Бұл кітаптан алынған хикая емес, өз айналаңыздан міндетті түрде кездесетін адамдар. Табысы жылына жүздеген мың немесе миллиондаған доллар болатын дәрігерлер, заңгерлер мен банк басшылары. Үйлерін үлкейткен үстіне үлкейте түседі. Көліктерін жыл сайын ауыстырады. Желдегі парақшалары тек саяхат пен сәнді өмірге толы, бірақ олармен шынымен сырласып көрсеңіз, мынадай оғаш шындықты байқайсыз. Олар айлығы 300 мың теңге алатын адамдардан да қатты уайымдайды. Өйткені олардың өмірі шынайы тіршілік емес. Тек сәттілікті көрсету үшін қойылған қойылым. Үйі тұру үшін емес. Өз жетістігін дәлелдеу үшін қажет. Көлігі ыңғайлылық үшін емес. Сыныптастар кездесуінде төмен көрінбеу үшін керек. Демалысы тынығу үшін емес, желіге сурет салу үшін. Олар қаржыны басқарып жатқан жоқ. Олар тек табысы мен жасанды мәртебені ұстап тұр. Мангердің пайымдауынша, шынайы байлық ешқашан жылдық табыспен өлшенбейді. Ол жұмыс істемей-ақ, еш алаңдасыз қанша уақыт өмір сүре алатыныңызда. Мангер жас кезінде кейінгі өз қызметкерлерінің үйінен де қарапайым ескі үйде тұрған. Бұл оның сатып алуға шамасы келмегендігінен емес. Жай ғана үй арқылы ештеңені дәлелдеудің қажеті жоқ еді. Ол мұндай өмірде ұйқысы өте тыныш болғанын айтады. Өйткені оның иелігіндегісі аз болғанымен, қарызы одан да аз еді. Үнемшілдік ол үшін ешқашан сараңдық болған емес. Бұл нәпсіні тізгендей алу қабілеті. Мұқият қарап көріңізші. Шынайы әрі ұзақ уақыт бай болған адамдар сирек мақтанады. Баффеттің әлі күнге дейін 1958 жылы сатып алған үйінде тұруы өткенді аңсағандықтан емес, жай ғана өз құндылығын өмір сүру деңгейін көтеру арқылы дәлелдеудің қажеті жоқ болғандықтан. Көп адам реттілікті шатастырып алады. Олар көп тапқанда ғана ақша жинай аламын деп ойлайды. Бірақ Мангер мүлдем керісінше айтады. Сенің ешқашан ақша жинай алмайтының табысыңның аздығынан емес, ақшаны тым оңды-солды жұмсауынан. Сен нарықты бақылай алмайсың, табысты болжай алмайсың. Бірақ бүгін ақшаны маңызсыз нәрселерге жұмсамауды өз еркіңмен шеше аласың. Мангер алғашқы айлығы қолына тиіп үлгермей жатып, оны түгел жұмсап жіберетін жастарды өте көп көрген. Олар ақша рахаттанып өмір сүру үшін керек дейді. Мангер бұған тек өте жақсы. Ақшаң таусылғанда кімнің рахатқа батып жүргенін көреміз, деп қана жауап береді. Үнемшілдік рахаттан бас тарту емес. Бұл қалауды кейінге шегеру. Ақшаны қашан жұмсап, қашан жұмсамау керектігін білу. Сондай-ақ бұл шығынның қуаныш сатып алып жатқанын ба, әлде атақ құмарлық ба, соны анық түсіну. Оның өте қатал айтылған сөз бар. Адамның байи алуы, оның ақымақ шығындарға қарсы тұра алуына байланысты. Ойланып көріңізші, жасаған шығындарыңыздың қаншасы сізге шынымен қажет болды? Ал қаншасын сізге жарнамалар, қысқа видеолар мен қатарластарыңыздың қысымы мәжбүрлеп сатып алғызды? Бүкіл тұтыну қоғамы сіздің осындай сәтсіз сезімдеріңіздің арқасында күн көріп отыр. Жарнаманың мәні сізге саналылықты ұмыттырып, бақытты ақшамен өлшеуге болады деп сендіру. Бірақ шынымен бақуатты өмір сүретін аз ғана топ мұны баяғыда-ақ түсінген. Бақыт сатып алынбайды. Ол өміріңізді жеңілдеткенде өздігінен пайда болады. Қалауларыңыз бен шынайы қажеттіліктеріңізді ажырата білген кезде сіз еркіндікке қадам басасыз. Өйткені үнемшілдік байлықтың негізі. Жыл сайын аз да болса жинаған ақшаңыз уақыт өте келе сіз үшін жұмыс істей бастайды. Ал егер жыл сайын қарызға батсаңыз, басқалар үшін жұмыс істейтін боласыз. 10 жылдан кейін бірі жұмыс берушіге айналса, екіншісі уақыттың соңынан қуып жүрген құлға айналады. Мангер былай дейді: сен инвестициялық данышпан болуың міндетті емес. Саған тек 3 нәрсені орындау жеткілікті: ысырап қылмау,
мақтанбау және жарнаманың жетегінде кетпеу. Байлық тапқан табысың емес, сақтап қалған ақшаң. Тез табыс тапқандар бай бола бермейді, бірақ ақшаны сақтай білетіндер ешқашан қайта кедейленбейді. Оның ең маңызды айтқан ойларының бірі қауіпсіздік сезіміне қатысты болды. Көптеген адамдар қаржылық қауіпсіздікке, тұрақты жұмысқа, өсіп жатқан қор нарығына, жақсы басшыға, төмен инфляцияға ұмтылады. Бірақ олар мұның ешқайсысын өздері бақылай алмайтынын ұмытып кетеді. Шынайы қауіпсіздік сезімі банк шотында емес, сенің санаңда, пайымдау қабілетіңде дейді. Біріншіден, ол сенің өзіндік тәртібіңде, қиындық туғанда сабыр сақтай білу қабілетіңде. Ол жас кезінде көрген ең аянышты адамдар, кедейлер емес, өздерін қауіпсіздікте сезінгендер еді. Олардың үйі, көлігі, акциялар болғанымен тәуекелдерге қарсы тұруға ешқандай қабілеті болмаған. Бір ғана дағдарыс олардың күл талқанын шығарады. Ал шынымен мықты адамдар активтері нөлге түссе де қайта бой түзе алады. Өйткені олар сәттілікке сеніп өмір сүрмейді. Олар тұрақты әрі саналы ойлау жүйесіне сүйенеді. Мангер мен Баффет ешқашан болжамдарға сенбеген. Өйткені болжамның өзі елес қана. Олар тек бір ғана нәрсені істейді. Сананы сергек ұстап, үлкен қателіктер жібермеуге тырысады. Ол сен дауылды тоқтата алмайсың дейді. Бірақ сен берік үй сала аласың. Белгілілікті іздеме, өйткені нақтылық ең үлкен алдау. Саған шынымен қажет нәрсе қиындықтарға төтеп беру, құбылмалы кезеңде аман қалып, тіпті одан да күшейе түсу. Сондықтан да ол қарызға батуды, шектен тыс тұтынуды және жалған сәнді өмірді қатты жек көрді. Өйткені бұл нәрселер сені әлсіретеді. Шынайы қауіпсіздік сезімі кез келген жағдайда саналылық пен абыройды сақтай білуіңде. Егер сіз осы сөздерді естіп, баяу, аз әрі тұрақты өмір сүруге бейімделе бастасаңыз, демек сіз анағұрлым қиын, бірақ құлау қаупі аз жолды таңдадыңыз. Баяу байыту өте ұзақ уақыт алуы мүмкін, бірақ ол сізді өмір бойы қайтадан басына оралудан сақтайды. Тапқаныңызға тасымай, таппағаныңызға жасымай, осы бір шулы әлемде нәпсінің жетегіне кетпейтін тұлға болып қалуыңызға тілектеспін. Егер сізде өміріңізді тұрақты етіп, байлықты дұрыс жинағыңыз келсе, асықпай-ақ, бірақ ұзақ жол жүруге бірге қадам басайық. Ең құнды қазақша кітаптарды Телегей сайты немесе қосымшаларынан оқи аласыз.